Таразда тұңғыш астигматикалық мега оптика ашылды. Халыққа қызмет қылатын орталықтың елімізде жұмыс жасап келе жатқанына да аз болмапты. Бақандай 10 жыл. Әуелі еліміздің алып шаһарында бой көтерді, бұл аралықта Бұхараның оң көзқарасын иеленіп үлгерді. Енді аталған орталықтың қызметін біздің жамбылдықтар да тұтына алады. Көптің көзілдірігін дұрыс таңдап келелі көмек көрсету. Бұл аталған орталық мамандарының бас тұраны. Өйткені көзәйнекті оңды таңдау көз ауруының ақауын тез анықтап беретін әуелгі амал. Орталық қызметкерлері көз қиындығына қарамай, көзілдірігіңізді бар болғаны 15 минутта даярлауға көмектеседі. Жаңа заманауи көзілдірік топтамаларын, көзілдірік жиектерін, линзалар түрін ұсынып, сондай-ақ мамандар кәсіби біліктілігін көрсетуге әркез әзір. Біздің мақсатымыз келгендегі бұл жердегі арзан баға беру, халыққа көрсету қызмет, сервис, жан-жаққа іздеп жүрмей, мысалы Алматыдағы товар, Шымкенттегі товар, бізде сет 24-25 сет бар бізде. Солардың бәрінде товар әртүрлі айланып тұрады. Осы Қазақстандағы болған жақсы фирмалар бізде болады. Астигматикалық орталықтың ашылу рәсімінде түрлі ойындар ойнатылды, жүлделер табыс етілді. Сондай-ақ келген меймандарға сыйлықтар үлестіріліп, ең бастысы тегін қызмет көрсетілді. Бұл тізімде Ұлы Отан соғысының ардагерлері де бар. Бірінші покупатель болып тұрмын, сатып алушы. Соған қуанып тұрмын, негізгі көзімді емдеп, ең бірінші алып отқан очкиім. Енді әсер өте керемет. Мына жерде персоналға ризамын. 15 минуттың ішінде маған мынау очкиімді дайындап берді. Өте қуаныштымын. Бағаларда біздің халыққа тиімді екен. Бұндай бағаны мысалы бізде Қазақстанда жоқ. Рахметін ашып жатқан балама. Біз халықтың көңілінен шығып, осындай қалтамызға қарап, жағдайымызға саған көп рахмет. Өте қуаныштымыз. Халық бұл орталықтың өңір игілігіне енді мүлтіксіз жұмыс істейтініне сенімді. Айта кетейік, аталған астигматикалық орталық қазір Қазақстанның 26 аймағында бар. Нұрлан Асқарұлы, Елнұр Мұхтаров, 7-7 News.